жашы Москвада иш-шара өтіп жатыр. Мен шынын айтайын, маға абдан жақты. Бұл иш-шараның маңызы, абдан терең әлбетте. Жашоның балылығын, өмірдің балылығын, уақыттың балылығын барыз білішіміз керек екен. Қайсы бір мезгілде балалық шағында мұндай нәрсені ойлабайсың, әлемі күндері өтті екен, жылдары өтті екен, жашыңда бір топқа барады екен, барынан түсіне баштайды екенсің. Бүгінгі күнде әлбетте аябай жақсы сөздер айтылды. Күн сайын жашоның балылығын, барқын, биіктігін білген бұл қиын нәрсе. Айтматып айтқандай, адам баласына күн сайын адам болу қиын деген өте байланышты тұрады сол жерде. Сол себептен бүгінгі иш-шараны көрген барыңыздарға мен рахматымды айтамын. Бұл бүгінгі күнде бүтіндей мұсылман ел емес, бүтіндей адамзатына керекті нәрсе. Бір-бірімізді урматтоо, сыйлоо, ошоның бары ушул нерсеге кирет. Сол себептен бұл мамлекеттик деңгээлде абдан бийик баа бере турган ушундай бүгүн кече өткөрүп атасыңар. Барыңыздарга амандык каалайм, тынчтык каалайм. Кудайым барыбызга Кудайым жакшы ыйман берсин, пейил берсин, өлкөбүз өссүн, элибиз аманчылыкта жашасын, албетте тынчтыкта жашасын. Демек, бүгүнкү күндө бүтүндөй барыбыз ыйман жолуна түштүк. Бүтүндөй барыбыз эртеңки күндө ойлогонго өттүк, жакшылыкты тилегенге өттүк. Ошонун баарысын Кудай өзү кабыл кылсын. Мен дагы бир чыгарма аткарып берейин. Бул менин угулган жерди сагынам.
Тоқтоғұл атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты қызыл артисті Керім Турапов. Құрметті мекендештер, азыр болса назарыңыздарды маңызы терең шығармаға бұрауыз. Москва шаарында түзілген Атайын жаштар театрының